Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, қалайсыңдар достар? Бүгін біз Майнкрафт 100 күн өмір деген Майнкрафтымызды жалғастыратын боламыз. Біз алдыңғы бөлімде өте көп заттар істеген болатынбыз. Шахтадағы мобтарын өлтірдік. Даже өзімізге көптеген инструмент жасап алатын боламыз. Бүгін көптеген железо, алмаз табатын боламыз. Үйімізді жаңартатын боламыз. Ал ендеше кеттік достар. Видеомызды соңына дейін көріп кетіңіздер. Видео қызықты болады. Бірінші мен өзіме верстаққа кіріп, мен ең алдымен өзіме ертіп алайын. Маған көмірді қайната берейін. Сөйтіп достар, біз алтын істеп аламыз да өзімізге железный нәрселер істеп аламыз. Барып общий сет істеп алатын боламыз достар. Бізде сет жоқ. Біз өзіміздің үйімізді сындырып атырмыз, өйткені біз жаңа модельде үй соғатын боламыз достар. Және бұл жер сәл кішкентай ма, еліктеу ма? Мен үшін болдық. Достар, біз өз үйімізді сәл кеңейтіп салатын боламыз. Өйткені біз басқа кең жерлерді таба алмадым. Сол үшін мен қазір өз үйімді кішігірім өзіме қолайлы ретінде салатын боламын. Өзімізге достар, біз өзімізге сет жасап алатын боламыз. Бірінші бас киім жасап алдым. Және железді киіп ең сауыт қой бұл. Үшіншісі өзіміз бұтымызға. Төртіншісі бірақ біз алатын боламыз да өзімізге аяғымызға кроссовка жасап алатын боламыз. Кроссовка, ботинки. Біз бізде общий сет дайын болды достар. Біз достар, қалай ойлайсыңдар? Мен қазір өзіме мал шаруашылығын кішкентай болса да мал сиыр асырап алсам қалай болады? Кейін өзіме де жақсы болады достар. Сол үшін мен қазір үйімнің жанына өзімнің кішігірім мал қорамын салатын боламын. Достар, бізде мал шаруашылығына деген біздің жемісіміз өсіпті. Енді қазір біз сиыр малдарын бүкіл жинайтын боламыз. Тауықтарды кейін жинайтын болма, әлі тауықтар керек емес, маған только малдар керек. Кейін сөйтіп төбеге шығып кетеміз. Сөйтіп біз барып қазір өзімізге мал шаруашылығына кішігірім жерге бір аумақта бір не соғамызда бір мал асырайтын жер соғатын қора соғамыз. Короче, қазір достар, біз қора соғатын боламыз. Ол үшін бізге қазір таяқтар көп керек. Таяқтарды алу үшін бізге ағаш керек. Ағашты сәл алып келейін. Маған сәл ағашқа жетпей қалады деген ойдамын. Сол үшін қазір бір сәтте ағаш алып келуге тырысатын боламын. Достар, мен ағаш алып отқан кезде сіздер лайк басып, комментарий жазып, осы каналға смело лайктарыңызды басып кетіңдер достар. Сіздер үшін күніге видео ғой достар. Достар, енді сабақ болғаннан кейін көп видео шықпайды, бірақ мен сіздер үшін көптеген видео шығаруға тырысатын боламын достар. Сіздер сондықтан смело лайктарыңызды басып, комментарий жазып, осы видеоға тіркеліп, келесі видеомда күтіп отырыңыздар. Мен қазір өзіме кішкене
болса да ағаш жинап келдім. Ол бірақ қатты жетпейді қазір, бірақ ағашқа сарт қосып жіберейін деген ғой. Так, енді өзіме бірінші көптеген палкалар жасап алатын боламыз. Өйткені қазір біз дабыл қойған кезде керек болады. 2 нандай аламыз, және ары қарай осыны алып шығатын боламыз. Енді біз қораны салуды бастайтын боламыз, достар. Біз бір так, осы жерге соғатын боламыз. Бұл жерге жер қосып жіберейін. Так, достар, енді біз өзіміздің құрылысымызды бастаймыз. Осы жерден алып. Так. Бір шаршы жер болса жетеді. Солай алып келеміз да. Енді өзін етсем. Забордап келейін. Қайдасыңдар? Тәттілер. 12 штук жетіп қалар енді. Мен ойынша 12 штук жету керек достар. Да жақсы бітті. Кейінірек келіп қойып. О, мау. Достар, бізде енді мал шаруашылығы деген бар. Мал шаруашылығымен айналысатын боламыз. Бұлар енді екеу. Сөйтіп енді үйімізді соқтық. Мал шаруашылығын жасадық. Енді достар, келесі бөлімде біз деген көптеген заттар жасайтын боламыз. Мүмкін алмас тауып қалмыз деген достар. Ендеше достар, сау болыңдар, аман болыңдар достар. Келесі бөлімде күтіңдер. Осы видеоға лайк бас, комментарий жазып кетіңдер. Сау болыңдар достар.